Сәлем достар, Кука Бика каналына қош келдіңіздер. Біз бүгін Бегім Аслан үшеуміз паркке бара жатырмыз. Дәл қазір ауа райы өте керемет болып тұр. Бегім, Аслан. Сәлем. Кеше Магнумға барғанда көрдік, біздің Асланға машинада отырып, машина тепкен ұнайды екен. Бізде сол паркте сондай машиналар бар, пультпен басқарылатын. Сөйтіп Асланды сондай машинаға кіргізейік деп бара жатырмыз. Бір жағынан өзіміз де прогулка жасап қайтайық, қыдырайық деп. Паркке бармағанымызға біраз болған соң, уже 2 айдай болып қалды деп. Таксиге отырдық. Біз паркке келдік. Үшеуміз. Ау? Білмеймін. Мына жақта мынандай батуттар бар. Ана жақта ататын еще тир бар. Парктың ішінде жүріп келе жатырмыз. Ана жақта еще мінекей кішкентай балаларға арналған качеля бар екен. Алдындары жоқ еді, қазір істеп қойыпты. Біз алдыңғы жолы келген кезде бұндай болмаған тұғын. Күшті качелялар, кішкентай. Бірақ біздің Аслан шекемдайға отыруға ерте. Мынау кольцо обозрения, біздің парктегі. Мынау автобустар. Мен түсінбеймін ше, осы автобусқа не үшін мінеді? Паркке келгеннен кейін барып, осылай прогулка жасап жүрген күшті емес па? Или бұл балдарға қызық бекен? Достар, сіздерге ше осындай автобусқа міну қызық ба? Паркке келгеніңізде? Комментарийға жазып кетіңіздер. Мен ана кольцо обозренияға баяғыда көп отыратынбыз. Қазір жөті қызық емес. Мына біздің парктегі үлкен сағатымыз. Ана отырған жазу біздің I love you парк деген жазу. Мынандай суретке түсетін жер әлі де бар екен. Кәдімгіде суретке түсесіз, 350 теңгеге ақшасын төлейсіз. Сосын 5 минутта дайындап береді. А телефонмен түсу 200 теңге екен. Өздері шығарып береді. Бұрындар осындайға түсетін едік қой, ә? Мінекей артында тағы да бір аттракцион. Ол да тоже балаларға арналған, бірақ үлкендер де отырады. Мынау пиратшы. Мен пиратқа отыруға қорқамын осы. Дай. Мына аттракциондар күшті екен. Әдемі, иә? Кішкентай балаларға арналған. Достар, мынандай кімнің есінде баяғыда болатын еді ғой. Андай айтады, не проходите мимо. Мына жақта тағы да бір батут, мынандай балаларға арналған. Мына жақта тағы бір батут. Бізде паркте негізі мен байқамайды екенмін. Батут көп екен ғой. Тағы бір батут бар екен. Батут деген бізде көп екен ғой. Мороженое алып алдық. Бегімде сливочный, бізде ассорти. Күшті екен. Мына жақта кішкентай балаларға арналған мини пират бар екен. Мынау не нәрсе? Поезд ба? Мына жақта тағы балалардың аттракциондары.
Енді Аслан машинаға кәсеніп жатыр. Асланға машинамен кәсенген ұнайды. Аслан. Отырып алып машина үшін зерттеп отыр еще. Біз мына фонға Бегім, Аслан үшеуміз қазір суретке түсейін деп жатырмыз естелікке. Бізге осы фон ұнады. Әдемі екен. Ма. Біз енді уже қайтып бара жатырмыз. Паркке келдік, жүрдік, прогулка жасадық, мороженое жедік, Аслан шектеуде қыдырдық. Бұл машинаны жақсы көреді, машинада кәсеніп. Енді қайтып бара жатырмыз. Ауа райы да керемет. Сондай қыдыратын ауа райы болып тұр бүгін. Әрине, бүгінгі кештің спонсоры Бегім мырзаға алғысымызды білдіреміз. Қарасаңызшы, Бегім мырза. Солай, достар. Біздің видеомыз ұнаса, лайк басып пікір қалдырыңыздар, достар. Сіздердің қолдауларыңыз біз үшін өте маңызды. Сау болыңыздар.